таныстырып ya. Енді қазір бірдіңіздер мына маржандарды таңдап алып кетесіз. Сен ерекше, сен мықтысың Айлин. Келесі Айлин. Сен көп жолың ашық болсын. Қателесуден қорықпа, бұл да үйрену. Қырмызы. Сенім мен табандылық жетістік кілті. Отырамыз. Кішкентай қадамдар үлкен жетістіктерге жетелейді. Әр сәтің қуанышқа толы болсын. Оқы үйрен, өз болашағың өз қолыңда. Әр күні жаңа мүмкіндіктерге толы болсын. Ал жақсы балалар. Балалар бүгін бізде өздері көріп отырғандай, ерекше сабақ солай ма? Өздері байқап отырғандай, біздің кабинетімізде қонақтарымыз келіп отыр, иә? Енді екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту керек. Жоқ, бұл не? Қосын. Ал бұл қалай айтамыз? Өрнекті айырма. Ол да азайту болса, иә? Енді біз қосқан кезде бұл қандай қосу және азайту? Бағанда қосу және азайту солай ма? Ондықтарды азайтамыз солай ма? Енді бір мысалға қарап жүрейік. Есімізде сол оқушы итақтырмасын оқиды, иә? Кімге түсті? Әліби. Әліби. Оқи ғой. Орнымызға тұрамыз. Номер 70 деп қалғанын тексеріп отырамыз. Дәптерге қарап. 75 пен 33-тің айырмасы 42-ге тең. Дұрыс па балалар? Иә. 24 пен 35-тің қосындысы 59-ға тең. 83 пен 16-ның қосындысы 99-ға тең. 76 мен 52-ның айырмасы 24-ге тең. 45 пен 34-тің айырмасы 11-ге тең. 83 пен 16-ның қосындысы 99-ға тең. Ашатын боламыз, иә? Үйрен қошы келе ойында? Құрастыра қойын. Орындарын қосалтып. Шетке тұрады, иә? Дұрыс па балалар? Иә. Отыра ғой, әдет. Жазбаша қосу менің мектебім, иә? Біздің сабағымыздың мақсаты екі таңбалы сандарды разрядтан аттап баған түрінде қосуды үйретемін. Енді біз мынандай мақалды білеміз, иә? Естіген шығарсыздар. Мектеп дене білім теңіз. Енді біз теңізде, теңіз үлкен, өздерің білесіздер, иә? Мектептерді шешу барысында біз мектебімізде көптеген кабинеттер бар, білесіздер, иә? Асханасына, спорт залына, және кітапханасына, және мәжіліс залына саяхат жасайтын боламыз. Дұрыс ма? Әр есептерді шешу барысында біз әр есепті шешкеннен кейін, орындағаннан кейін біз бір енді біз мынау не ол балалар бізде? Арал. Бізде бірліктер аралы бар екен, және ондықтар аралы бар екен. Енді мына кемені қандай қойды? Өздерінің қай кемеге барғандарынан кейін орындарға отырып топтарында ауыстыра қойыңдар. Бара қойыңдар. Тағы басқан жоқ. Өздері біледі ғой. Қай топқа түстіңдер? Бірліктер тобы бірінші топқа, ондықтар. Тағы басқан жоқ. Қай топқа түстіңдер? Бірліктер тобы бірінші топқа, ондықтар тобы. Сандарды разрядтан аттап жазбаша қосу. Топқа бөліп болсақ, жаңа тақырыпта тыңдайық. Енді балалар, екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай қосу, бұл қалай түсінеміз? 10. Нойды жазамын. Бір ойда еске сақтаймын. Келесі ондықтарын қосамын. 45 қосылған 19. Енді не істейміз біз? Бірліктерді қосамыз. Біз теңіз айдынында жүзіп жүрміз. Білім кемесімен біздің бағалауымызда кеме. Сендер аттарын жазылған. Әр тапсырманы орындау барысында кемемен 10 баллға дейін бағалайтын боламыз. Аквариумда, иә? Аквариумда нелер болады?
Bal qayrilab keldi, baliqlarni Topshiriq sinovini mening do'stlarim bilan aktivlik baliqlari. Biroq ular hozir akvariumda qolib qo'ydi. Eğer balıklı o'tirib, esimizni chiqarib bo'lamiz. Albi, qazan, qirmizi. Albi, bular qazan. Aha, qazan, qirmizi. Ya, 36 minut qo'sam 18 minut. Bag'an turni yozib oldi. Sanlarimizni ko'kimizdan qolgan. Taxtadan qaramaymiz, o'z betimizcha jasaymiz, rasmi? Ya. Bende 80. Oturalım. Biz kelетін болсам дұрыс. 12, бірінші жас. Қосу 18 Минут, ага, бірлікті минутты жазып қоямыз, алтыға. Алтыға 8 қосқанда 14. 14-ке Жоқ, 14, нешесін жазам? 4-ін жазам, бірі ойда. 33-ке бір қосам, Неше бар? 4. Ойдағы? Ойдағы бірмен қосам, 24. Отырамыз. Қазынаға шап, ақырымызы шықты. Так. Неше? Енді бізде сөздердің несі болады дедік? Шартын оқиық, балалар бір оқушы оқи қойшы. Біздің сыныпта 15 қыз және 16 ұл бар. Сұрағы берілген ба балалар? Жоқ. Жоқ. Қыз барлығы неше оқушы бар деген сұрақ қояды, иә? Жазып отырмыз бе? Тақтадан бірінші болуға тырысамыз балалар. Бірліктерін қосамыз, иә? Беске алтына түсеміз. Бірінші болуға тырысамыз балалар. Солай оқимыз, да? Математикалық түрде. 8-ге 32-ні қосамыз, ол 49-дің қосындысы 100-ге тең. Сен сен ұстап тұр, әлі сен оқы. Мына сен оқы. Сен орындадық қой, біз қайда келгенде спорт зал есігін аштық, иә? Келесі топтан кім? Айдин, Әлби келе ғой. Кеменің артында теңдеулері жастырылған, осы теңдеуді. Ал теңдеу. Теңдеуді қалай шешеміз? Biz айтамыз. 34. Biz айтып қояқ па? Осында. 20 алда 90. Az айтамыз 34. Тең 97. Сол өрнектің мәнін табасыңдар. Түсінікті ма? Бұл топтық жұмыс аңыз. 24 пен 35, 38. 19-ды қосасыңдар. Ой, 24. 90-ға тең. 90 шықты да, 80, 90. Енді білім теңізімен жүзу барысында мен сендерге осы теңізден мынандай жүн маржан алып келдім. Мына сендер есеп шығарып жатқанда мен байқамай теңізден алдым, иә, теңіздің көлігін. Енді осы сыйлығымды сендерге табыстағым келіп тұр. Сауыққа өте жақсы қатысыңдар.